Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Жетісу облысы Қартал ауданы Үштөбе қаласы Сергей Ильич Морозов атындағы номер 51 орта мектеп гимназиясының 8 А сынып оқушысы Қаждай Айдана боламын. Менің жауабымның тақырыбы туған өлке табиғаты. Бүгінгі бейне роликте мен сіздерге туған өлкемнің көрікті жерлерін, табиғи ескерткіштерін таныстыратын боламын. Үштөбе, қазақша Үштөбе үш тау дегенді білдіреді. Үштөбе 1928 жылы темір жол құрылысына байланысты құрылған болатын. Осыдан 6 жыл бұрын қала 90 жылдығын атап өтті. Бүгінгі таңда Үштөбе орталық Азия, Сібір және Қытай елдеріне шығатын ірі темір жол торабы болып қала береді. Болашақ қаланың алғашқы ғимараттары темір жол, аурухана, номер 51 орта мектеп және почта бөлімшесінің ғимараттары болды. Сондай-ақ Үштөбенің Қазақстанның спорт астанасы деп те атауға болады. Дәл осы қалада атақты зілтеміршілер Афинада өткен 27-ші жазғы Олимпиада ойындарының күміс жүлделері Сергей Филимонов 94 келіге дейін салмақта 2009 жылғы әлем чемпионы Владимир Седов туып өскен. Сонымен қатар әйгілі кеңестік және қазақстандық боксшы, аса ауыр салмақ санатының өкілі, Атлантадағы жазғы Олимпиада ойындарына қатысушы Михаил Юрченко осында дүниеге келген. Жалпы Үштөбе атақты да атты аңызға айналған тұлғалардың туған жері. Мұнда Батыс майданының 16-шы армиясының 316-шы атқыштар дивизиясының 1075-ші атқыштар полкінің 2-ші батальонының 4-ші ротасының атқышы, Кеңес одағының батыры Никита Митченко, сондай-ақ Қазақстанда өмір сүрген соңғы Никита Митченко дүниеге келген. Кеңес одағының батыры Иван Косенков, қазақстандық футболшы, Ақтөбенің қақпашысы Арслан Сатубалдин дүниеге келген. 20 ғасырдың 60 жылдарының ортасында одақ кеңістігіндегі жалғыз Үштөбе киіз үй фабрикасы құрылған. 1988 жылы Спитактағы қайғылы жер сілкінісі кезінде Үштөбенің киіз үйлері жерасты апатынан зардап шеккендердің уақытша баспанасы айналды. Кеңес одағы кезінде КСРО халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінде фабрика өз өнімі үшін алтын медальмен марапатталған болатын. Қала өзінің ұн диірменімен танымал. Ол аймақтағы ұнды негізгі жеткізушілердің бірі болып табылады. Ұннан бөлек сүт және сүт өнімдерінің өндіру жолға қойылған Үштөбе айдын ЖШ өнімі облыста ғана емес, одан тыс жерлерде де сұранысқа ие. 1937 жылы КСРО-ның қиыр шығыс аймағынан Қазақстан мен Орта Азияға корейлерді күштеп жер аудару болды. Осыдан 84 жыл бұрын 4100-ден астам шаруашылық Қаратал ауданы мен Түрксіб желісінің бойындағы елді мекендерге жер аударылған. Соғыс жылдарында мұнда балқарлар, ингуштар, шешендер, құрттар да жер аударылды. Осылайша Қаратал өңірі түрлі халықтардың атамекеніне айналды. Қазір мұнда 32 ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады.
Бірінші кезекте біздің орталық саябақта орналасқан ауған соғысынан ауру мен жарақаттардан қайтыс болған ардагер қандастарымызға мәңгілік ескерткіш. Ауған соғысы 1979-1989 жылдары болған. Қазақстаннан ауған соғысына 22.000 адам қатысып, олардың 761-і қаза тапты. 21 адам хабарсыз кетті. Бүгінгі таңда қазақ елінде 10.000-ға жуық ауған ардагерлері бар. Олардың 3.000-дайы мүгедектер қатарында. Екінші, бұл бізде 1941-1945 жылдардың аралығында Ұлы Отан соғысына қатысып шыққан батырларымызға арналған ескерткіш. Ұлы Отан соғысы 1941 жылы 22 маусымда таңғы сағат 4-те басталды. Германия әскері соғыс жарияламастан КСРО шекарасына шабуыл жасады. Ұлы Отан соғысы кезінде КСРОда 43 миллион адам қаза болды. Сондай-ақ 2 миллион адамның тағдыры белгісіз. Соғыста көз жұмған қазақстандық жауынгерлердің саны 600 мың. Майданға аттанған әрбір 3-ші қазақ азаматты мерт болды. Келесі кезекте бізде Кемел Тоқаев атындағы кішігірім саябақ. Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері, журналист, жазушы, қазақ әдебиетіне шытырман оқиғалы детектив жанрын алып келген қарымды қаламгер Кемел Тоқаев. Осы 2023 жылы қыркүйек айында Кемел Тоқаевтың 100 жылдығына үлкен масштабты гала-концерт жасалынған болатын.